Баршаңызға сәлем. Жүгірудің 7 кереметі. Жүгірсеңіз денеңіздегі әрбір мүше сізге алғысын жаудырады. Көктем келіп күн жылына бастағаннан жол жиегінде жүгіріп жүрген жандарды көзіңіз шалған болар. Оларды көріп сонша ақтер, көктер болып жүгірудің не үшін қажеті бар деп ойладыңыз ба? Олай болса сіз әлі жүгірудің адам денсаулығына қаншалықты пайдалы екенін білмей жүрсіз. Біз сізге оның 7 кереметін ұсынамыз. Жүгіру қосымша құралдармен артық шығынды қажет етпейтін жаттығудың ең қарапайым да жеңіл түрі. Сіз кез келген уақытта және кез келген жаста жүгіруді бастай аласыз. Ауа райы да тастау да кедергі келтіре алмайды. Басты киімді дұрыс таңдау және табаны жайлы кроссовка кию керек. Жүре алатын болсаңыз, демек жүгіре де аласыз. Дегенмен жаттығудың өз тәртібі болғаны дұрыс. Грек ойшылдарының бірі, егер денің сау, ақылды, әдемі болғың келсе, жүгір деген. Күніне бір мезгіл жүгіру арқылы Алла сыйға берген денсаулықты күшті етуге болады. Жүгіру иммунитетті көтеріп, жүрек қан тамырларының жұмысын жақсартуға септігін тигізеді. Аяқ жерге тигенде қарсы соққы пайда болады да, ол қан тамырлары арқылы қанның жоғары қарай ауысуына себепші болады. Күнделікті жүгіруді әдетке айналдырсаңыз, денеңіздегі әрбір мүше сізге алғысын жаудырады. Әсіресе қан қысымы реттеліп, бауыр мен ішектердің жұмысы істеу қабілеттерін артып, қанның жүру көлемі ұлғаяды. Асқазан астындағы бездің жұмысын жақсартып, ас қорыту жолдарының жұмысын белсендетеді. Сонымен қатар, күйзеліс кезінде пайда болған қан қысымының көтерілуін азайтады. Жасы ұлғайған жандар және үнемі бір орында отырып жұмыс істейтіндер жүгірумен белсенді түрде шұғылданғаны дұрыс. Осылай сүйектердің қатаюын, төзімділігін арттыруға, семіру қаупін азайтуға болады. Қозғалыс миға оттегінің тасымалдануын жақсартып, зейінді қуаттандырады. Тыныс алу жүйесін жақсартады. Сондай-ақ ұйқысыздықтан арылтып, қартаю процесін тежейді. Демек, ұзақ өмір сүру үшін де жүгіру керек. Қарбалас тірліктен шаршағандардың да таңдауы жиі осы спорт түріне түседі. Қым-қуат тіршілікпен жүргенде өз-өзіңе уақыт бөле алмайсың, ал жүгіру кезінде белгілі бір мәселеге сырт көзбен қарап, одан шығудың оңай жолын табуға мүмкіндік болады. Әсіресе таңғы уақыттағы жүгіру жан тыныштығын сыйлайды. Адам миы таңертең ерекше күйге еніп, трансқа түседі. Дәл осы кезде жүгіріп, өмір жайлы ойлануға, болашақты жоспарлауға болады. Зерттеулер көрсеткендей, жиі жүгірумен айналысатын ерлердің 70%-ында жыныстық жүйесінің жұмысы жақсарған. Басқаша айтқанда, жүгіру ерлердің әлеуетін арттырады. Жүгірудің денсаулықтың тигізетін пайдасы ұшан теңіз. Оның адамның рухында тастай берік ететін қасиеті бар. Ерік күшін нығайтып, шыдамды етеді. Сіз өзіңізді таңертең ерте тұруға үйрету арқылы ерік күшіңізді шыңдайсыз. Басқалар жасай алмаған істі сіз орындап, өз дегеніңізге жеттіңіз. Демек, сіз бұдан кейін де қалауыңызды орындай алатын барлық жерде қажетті ерік күшті бойға сіңіресіз. Жүгіру қосымша калориядан құтылуға көмектеседі. Жүгірудің салмақтан арылудың тиімді әдістерінің бірі және семіздікпен күресуде көптеген бағдарламаларға кіретін бекер емес. Жүгіру сіздің бетіңізге ешбір косметикалық салондар жасай алмайтын тазалау процедурасын жасайды. Жүгірген уақытта денеден бөлінген тер мен терідегі ұсақ тесіктер тазаланады. Жүгірумен айналысу ағзаны зиянды токсиндерден және қауіпті қалдықтардан тазартуға көмектеседі. Сіздің теріңіз жасара түседі.